Сұрға үрленеді, жаңағы дауыс келеді. Сұрдан шыққан дауыстың толқыны деген нәрсе бар, құрметті жамағат. Ана толқынына бүкіл әлемнің бітін жарып жібереді. Қараңыздар. Әлемнен түк қалмайды. Аллах Тағала өзі Құранда айтқандай, жаңағы иннама қаулуна ли шейин иза араднаху. Егерде бір істі қаласақ, оған айтатын жаңағы сөзіміз тек бір-ақ сөз дейді. Қараңыздар. Кун деп айтам дейді Алла Тағала. Бол деп айтам дейді, фаякун бола қалады дейді. Фаизаху минал аждаси иля роббихим янсилун. Сұрға үрленген бетте қабірлерінен тұра қалған адамдар ғой, қараңыздар. Сөйтіп Раббыларына қалай ағысып жүгіреді дейді. Міне. Қараңыз қалай келтіріп жатыр. Жүгіріп бара жатып айтады дейді, қолу, я вайлана, ойбай-ай. Қараңыздар сөздер қандай. Мән бағасана мен марқадина, мына қабірімізден кім тұрғызған, ойбай-ай. Үрей. Әсіресе иман жоқ болған жүректерді, үрей. Иман болмаған жүректердің барлығына ата қабірден тұрған бетте үрейге толтырады. Үрей. Қараңыздар. Ва афидатукум хава дегендей бір сүреде, Ибрахим сүресінде айтады. Мына жақта ауа дейді, жоқ ештеңке. Үрейге толтырып тастайды Алла Тағала. Жаңағы сөздері сондай болады. Сол кезде періштелер немесе иманы мықты болғандар айтады екен. Хаза ма вағадар рахман. Мынау Рахманның уәде еткен нәрсесі ғой. Қараңыздар, қандай тыныштық оларда. Ва садақал мурсалун. Жіберілген елшілердің барлығы шындықты айтыпты ғой. Міне орнады қиямет. Біз енді үміт еткен сауабымызды аламыз деген мағына жатыр. Ин канат илля сойхатан вахида деп қайталайды Алла Тағала соны. Ясин сүресіндегі аяттар ғой мынау. Тек бір ғана айқай болады дейді, болды. Міне. Бір ғана айқай болады да, фаизахум жамиу ладайна мухтарун. Жер бетіндегі адамдардың барлығы алдымызға келіп, әзір болады дейді есепке. Бітті. Міне осындай қияметпен Аллах Тағала ант етіп жатыр. Бұл хақ. Шындап келгенде, құрметті жамағат, құрметті бауырлар, мына өміріміздің бәрін қанша сүрейік, қанша біреу салиқаламал істейді ма, біреу істемей ма. Бірақ түптеп келген кезде сұрақ, не үшін жаралдым деген сұрақ туатын болса егер, Раббымыздың алдына барып есеп беру үшін жаралдық біз. Қараңыз. Раббымыздың алдына барып есеп беру үшін жаралғанбыз біз. Міне мақсат не өмірдегі. Бұл есеп не үшін айтылып отыр бұл жерде? Өйткені қараңыздар келесі аятында не дейді Алла Тағала? Вала уқсиму бин нафсил лауама. Өзін өзі әрдайым жазғыра беретін жанмен ант етем дейді. Қараңыздар. Неге мұсылман өзін өзі жазғыра береді? Өзін өзі жазғыра беретін жанмен ант етемін дейді. Егер қиямет өтірік болса, неге ол өзін өзі жазғыра береді? Көрдіңіз ба? Қияметтің ақиқатымен адамның жанының байланысын көрсетіп жатыр Алла Тағала мына жерде. Қияметке деген иман, құрметті жамағат, ол біздің анау қиямет туралы естіген барлық сахих әңгімелерімізді айтып жеткізе беру деген нәрсе емес. Қияметке деген иман, жаның мына аяттағы жанға айналу керек. Қандай жанға айналу керек жанымыз? Өзіңді өзің жазғыра беретін жанға айналу керексің дейді. Қашан сен өзіңді өзің жазғырасың, міне қиямет сенің жүрегіңде жұмыс істеп отыр. Көрдіңіздер ме?